Мақтаарал ауданында мақта майын шығаратын зауыт іске қосылды. Қазақстан мен Түркия елдерінің бірлесіп ашқан Тұлпар май жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің арқасында жылына 2,9 мың тонна мақта майы, 14 мың тонна шұрот өндірілетін болады. Аудан әкімі Бақыт Асанов Мақтаарал ауылдық округі Көкарал елді мекеніне арнайы барып, жаңадан ашылған өндіріс ошағының жұмысымен танысты. Жалпы инвестиция көлемі 2,1 миллиард теңгені құрайтын кәсіпорынның аумағы 0,27 гектарды құрайды. Зауытта 50-ге жуық адам жұмысқа қабылданған. Жылына 10 мың тонна мақтаны өңдеуге қауқарлы. Қазіргі таңда зауыттың құрал жабдықтарын орнатудың соңғы сатылары жүзеге асуда. Айта кетейік, 2021-2024 жылдары Мақтаарал ауданында шетелден тікелей инвестиция тарту бағытында жалпы көлемі 8 миллиард теңгені құрайтын 5 ірі жоба іске асырылуда. Алла берген Құлжа, Рысбек Асанұлы, ақпарат, Мақтаарал ауданынан.